Баршаға сәлем. Жаңадан бастаушыларға арналған менің каналыма қош келдіңіздер. Мен тігуді жақсы көретіндерге нұсқаулық бейнелер көрсетемін. Үйрену өте оңай. Сіз хабарландыру алу үшін каналға жазылып қоңырау белгісін басыңыз. Мен бүгін сіздерге осындай ерекше 4 бағыт ши құрағын үйретемін. Ол үшін бізге ең бірінші қажет 3x3 сантиметр осыдан құрақ көзінен 16 штук құрақ көзі кесек ақшыл қызылдан, және ендері 3 сантиметр қою көк және сары мата түстеріміз қажет. Ең бірінші мына құрақ көзімізге қою көк түсімізді тігеміз. 4 жағы да осы қою көк түсімізден тігеміз. Енді міне ақ қатарына да тігеміз. Құрақты тіккенде міндетті түрде закрепка бересіздер, ұмытпаңыздар. Енді міне ана осы тұсымыздан тігеміз. Міне бір қатарын былай айналдыра шықтым, енді осылай тіге бересіздер. Міне бір шашымызды дайындап алдық. Ақшыл қызыл түсімізден былай қарай 4 қатар, былай 4 қатар, былай қарай 4 қатар. Енді осыдан 4 шаш дайындап аламыз. Міне 4 шашымызды дайындап алдық. Енді бізге келесі міне сары түсімізді тігеміз бірінші, былай. Міне былай сары тігіп алдық. Енді қою көк түсімізді тігеміз мені. Мені де қою көк түсімізді тігеміз. Міне, енді осылай 4 қатарын тігіп шығамыз. Міне сары мен қою көк түсімізден құрағымыз шықты осындай болып. Енді осыдан бізге 12 шашы қажет. Міне 12 шашымызды дайындап алдық. Енді құрағымызды құрамыз. Міне құрағымыздың алғашқы қатары осындай болып шығады. Енді осыларды қосып аламыз.
Міне құрағымыздың алғашқы қатары осындай болып шықты. Енді екінші қатарды құрамыз. Міне құрағымыздың екінші қатары осындай. Енді осыларды тігіп аламыз. Міне тігіп алдық екінші қатарды. Мына қатарға қосып тастаймын. Алғашқы қатарға. Сіздер мына ортасынан былай қарай тіксеңіздер де болады. Мен ортасынан бастап тігемін. Міне тігіп шықтық. Не осындай болды. Енді үшінші қатарымызды дайындаймыз. Міне құрағымыздың үшінші қатары осындай болады. Енді осыларды тігіп аламыз. Міне үшінші қатарымыз осындай. Енді осыған қосып тастаймыз. Міне үшінші қатар тігіп шықтық. Міне осындай болды. Енді төртінші қатарды дайындаймыз. Міне құрағымыздың соңғы қатары, төртінші қатары осындай болады. Енді осыларды тігіп аламыз. Міне соңғы қатар. Осы қатарға қосып тастаймын. Міне құрағымызды тігіп шықтық, төртінші қатарын. Осындай болып шықты. Бұның өлшемі 56-да 56. Үйреніп алыңыздар, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар. Және де мына түстеріңізді өздеріңіздің қалаған түстеріңізден қоя аласыздар.